Жамандық неден болады? Қазақ халық ертегісі. Арнаға тіркеліп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ертеде орманда бір кісі оңаша өмір сүріпті. Өзі бір дана екен, аң құстың тілін үйреніпті. Олармен сырласып, мұңдасып, әрқайсысынан ғибрат алып, сөйлесіп жүріпті. Пейілі мен мейірі кен, зейіні мен бейілі кең екен. Қандай нәрсе көрсе де, мәнін аңдап, кеудесіне тоқыр еді. Бір күні жырақта көлеңке сағалап, ой бағып отыр еді. Бір тұстан аңдардың жамыраған дауысын естіді. Бұл не кеңес? Бұл не дау деп жақындап барып құлағын түріпті. Сөйтсе, аң мен құс жиналып, осы дүниеде жамандық неден болады деп таласып жатыр екен. Сонда қарға былай деді: дүниедегі жамандық кедейлік пен аштықтан болады. Асқазандағы бостықтан болады. Қарның шұрылдап, шегің аш қасқырдай ұлыған кезде оң мен терісті ажыратудан қаласың. Сөйтіп бек адасып, басыңа сан бәле табасың. Жер бетін топан су басқанда, Нұқ пайғамбар маған сенім артып, жайлы жер тауып кел деп жіберіп еді. Қу құлқын шыдатпай өлексеге ауыз салдым. Жей беріппін тойына, уәдем қалды жайына. Ол заманда сұлулығым тауыстан, өңім аққудан әппақ құс едім. Бір мезетте даусым зорайып, қауырсыным қарайып, ұсқынсыз мақұлыққа айналып шыға келдім деді. Сонда көгершін тұрып былай деді: әй қарға, мен сенімен келіспеймін. Бұл сөзіңді орынсыз деп терістеймін. Жамандық аштықтан болмайды. Оның түбірі сүйіспеншілікте жатыр. Махаббат соқыр сезім тудырады. Содан барып, әр бәлеге ұрындырады. Озалда Адам ата мен Хауа ананың жалғыз ұлы болыпты. Екеуі сол бір ұлдың құлы болыпты. Сәбиін жақсы көргендері сонша, екеуі бала менікі, мен ұстаймын деп таласып қалатын. Қызғанышы күйдіріп, ұрысып алатын. Сөйтіп махаббатына селкеу түсті, сезімдеріне бүркеу түсті. Үйде мәнсіз жанжал көбейді. Бір күні Тәңірісі оларға ренжіп, балаларын көгершінге айналдырып жіберді, деді. Көгершінді тыңдап болған соң, жылан былай деді: әу, көгершін, сен не білесің? Қайдағы мен шайдағын айтып, болмашыға егілесің. Жерге түспей жел қуалап ұшасың. Жердегі тіршіліктің мәнін қайдан ұғасың? Мен сияқты аң біткеннің аяғының астында ирелеңдеп, өмір сүрсең көрер едің. Жамандық ашу мен ыза кектен туады. Озалда басымда бағым, астымда тағым болды. Ақ дегенім алғыз, қара дегенім қарғыс еді. Пейіште шалқып жүредім. Бір күні ібіліс келіп азғырды. Мақтауымды асырып, нашарымды жасырып, нәпсімді әбден қоздырды. Майда тілмен үгіттеп, ақылымды жылы сөзбен тоздырды. Адам ата мен Хауа анадан кек алуға көндірді. Залымның тіліне ердім, адамның мінін тердім. Алдауға тез түстім. Әзәзіл әзелден туысым еді. Адамның кесірінен жұмақтан қуылып еді. Сол үшін бірге кек алмаққа сөз байластым. Ақырында Құдайдың жазасына ұшырап, өмірім осындай кіріптар болды. Не қолым, не аяғым жоқ, сүйенер таяғым жоқ. Біреу басымды не құйрығымды баспасын деп, ирелеңдеп қашып жүремін. Кеудемдегі сол кекті әлі өшіре алмай, өзіммен бірге тасып жүрмін. Міне, көрдіңдер ме? Жамандық ызақорлықтан туады, деді жылан. Бұлардың сөзін тыңдап, бұғы да тіл қатты. Ей, жылан,
Мен ызақор да кекшіл де емеспін. Аштан қатып өлсем де қарғаға ұқсап, арамас пен өлексені жемеспін. Дүниеге қарасам, жан жағымды барласам, жамандық қорыққандықтан болады. Жүрегінің түгі жоқ, батылдыққа шорқақтықтан болады. Ағаштың бұтағы сыдырласа, жапырағы суылдаса болды, жүрегім дір етеді. Сақтығым үрейімді үдетеді. Жан жағыма қарамай, аялдап бір барламай зыта жөнелемін. Өмірім үрейден, қашудан тұрады. Қашып келе жатып бір күні жардан құлап өлесің, не ит құсқа жем боласың. Жамандық осыдан туады деп білемін, деді бұғы. Бәрінің сөзін тыңдап жатқан адам орнынан тұрып былай деді: біз адам баласы жамандықты да, жақсылықты да көп істейміз. Бәрің дұрыс айттыңдар. Жамандықтың себебін дұрыс көрсетіп, байламын қате түйдіңдер. Қарға, сен бәленің бәрін кедейлік пен аштықтан көресің. Бірақ ол бәленің өзі емес, керісінше жақсылықтың таразысы болатын. Жоқтық пен аштық кімдің кім екенін, ниетінің шын екенін көрсететін сын сағат. Тоқ кезіңде бәрі жомарт, мырзалықты кедейлікте көрсетеді. Нұх пайғамбар саған сенім артып шаруа жүктеді. Бірақ сен жауапкершілік арқалай алмадың. Оған аштық емес, нәпсіңді тежей алмаған өзің кінәлісің. Бойыңда мінезің, жігерің болмауы, ақылың туралап, ойыңның толмауы осыған алып келді. Көгершін, егер сүйіспеншілік таза болса, махаббат пенделіктен ада болса, ол жамандық әкелмейді. Керісінше, махаббаттан жасампаздық туады. Адам ата мен Хауа ана балаға таласқанда пенделік сезім танытты. Ондай құштарлықтан қызғаныш туады. Құдай оларды сәбиін жақсы көргені үшін емес, қызғаныш тудырып, жанжал сөз қудырып, берекелерін қашырғаны үшін жазалады. Сәбилері көгершінге айналған соң, олар өз ісіне өкініп, кешірім сұрап татуласқан еді. Содан бастап жанжалдасқан ерлі зайыпты көгершінге қарап, тәлім алсын деген тәмсіл қалды. Сол сияқты ашу мен ыза, қорқақтық пен жалтақтық жамандықтың өзі емес. Ол жүректің кірлеуінен, надандықтың сүрлеуінен, ойсыздық үстемдік құрып, арзан сөздің бірлеуінен туатын салдары ғана. Деп әлгі дана құстар мен аңдарды ойға қалдырды. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеп қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.